Мына қазанға 1 жыл бойы тамақ істеп түбі тесілейін деп тұр. Бәрі бітсе бәрі бітеді ғой шіркін, мынаның бәрі жарамай қалған зат. Осы қазан ровно 1 жылға жарап берді, қайтадан соны алдым. Ыңғайлы, мынандай түбі терең қуырғанға жақсы екен. Тефал деген бренд жақсы екен деп содан пышақты алдым. Осы сияқты кішкентай пышақты бар ғой. Пияз бірдеңелердің қабығын аршиды екенмін да, сол қабығымен бірге лақтырып жібереді екен. Әрең ойлап таптым ғой, осы қақы жоқ болып кете береді деймін. Жаңа қазаным келіп бір қуандым. Пышағым деген етті өзі турап жатыр, оған бір қуандым. Жабыспайды, күшті бүйтіп алып шығып төге саласың, бітті. Үйде өзі 2-ақ қасығымыз бар еді. Бұл кірлеп қалғаннан кейін посудомойкаға салғаннан кейін жуғым келді. Соң қасық қолдану үшін бір күн күтеміз, ертесі күні жуылып шыққанын. Соған кішкене қасықтарды көбейтіп қойдым. Мына Xiaomi'дің мына сағаты күшті зат еді. Оның да бір бауы сынды да қалды, соған жаңа бау алдым. Есіктің үстіне іле салатын IKEAның осындай бір күшті зат бар еді. Ыңғайлы бар ғой. Бағасы да керемет болғаннан кейін Pinduoduoдан заказ бердім. Әрине IKEAнікі сияқты сапа жоқ, бірақ та әйтеуір ақшасына тұрарлық. Өсіп есіктің үстіне іліп қоям ғой. Мына біреуіме де 1-2 жыл болып қалды. Қазанның ыстығымен жиналып формасы өзгеріп кетті. Бұл бір ыңғайлы дүние, әйнегіне жаңартып алдым. Мынаны қызығы бала салдым, бірақ та сапасы онша емес екен, салдыр-гүлдір етіп тұр. Шлаврамды іліп тастадым. Әйтеуір любой жерге бүйтіп іле салады екенсің. Білмеймін енді, бұл өмірде қаншалықты қолайлы, соны көру керек. Бақалам бұны енді. Мынау Қытайдан Алматыға, Алматыдан Стамбулға келгенше модерн арт болып кепті. Өзі де байқұс бір ілмей бәрең тұр. Дұрыстап іліп қойдым. Мына дастархандарды қоятын жер жоқ, күшті екен. Астына шалғыштарымды іліп қоям, орамалымды іліп қоям. Pinduoduo аман болсын, мынандай бір дүние алдым. Кухнядағы смесительдің үстіне жалғап қойдым. Суы неше түрлі болуға, содан кейін басын бұрауға болады екен. Басы қатты болып тұр, дұрыс бұра алмайды. Бұны да көреміз енді өмірде қалай екен. Бәріңізді люблю.